Сәлеметсіздер ме? Қалай, жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, рахмет. Біздің кезектен тыс онлайн сабағымызды бастағалы отырмыз. Бірінші осы онлайн сабақты бастамас бұрын алдыңғы өткен тапсырмасынан қысқаша тоқталып өтсек, барлықтарыңыз кіріп отырсыздар ма? Барлықтарыңызға естіліп тұр ма дауысым? Иә, естіліп тұр. Аха, жақсы, сіздердің де дауыстарыңыз естіліп тұр. Рахмет сіздерге, назарларыңызға. Енді сіздерге сұрақ, осы біздің өткен тақырыбымыз Монтессори технологиясы болатын. Өткен тақырыпта ол Монтессори технологиясы бойынша сіздерге үйге қысқаша тапсырма берген болатынбыз. Ода сұраққа жауап беру және осы дәріс бойынша түсінгендеріңізді кесте бойынша сызу болатын. Енді қазір сіздерге мен осы Монтессори технологиясы бойынша сұрақ қоям, соған жауап берсеңіздер қысқаша. Жалпы осы Монтессори технологиясында негізгі қолданатын әдістердің мақсаты қандай? Монтессори әдісінің мақсаты біріншіден балаларды еркін тәрбиелеп, оларды өмірге бейімдеу болып табылады. Екінші мақсат ол өмірде қандай да бір өзінің алға қойған мақсаты бар екенін қалыптастыру. Өте жақсы, рахмет, тамаша. Осы Монтессори технологиясында негізгі қандай да бір аймақтардан тұрады. Ол неше аймақ, ол қалай аталады, кім жауап береді? 5 аймақтан тұрады. Күнделікті өмір жаттығулар аймағы, сенсорлық аймақ, математика аймағы және де тіл аймағы, сосын ғарыш аймағы болады. Өте жақсы. Енді сіздерге бір соңғы сұрағым, және нақты сұрағым, Монтессоридің осы технологиясының негізгі сатылары қалай деп аталады және қалай аталады? Кім жауап береді? Қандай сатылардан тұрады екен? Неше сатыдан тұрады? Ол 3 сатыдан тұрады. Бірінші сатысы ол білім алу сатысы. Бұл жерде балаға жаңадан білім беріледі, яғни тәрбиеші балаға белгілі бір заттың түсі немесе қасиеті туралы түсінік айтылады. Екінші саты ол практикалық білім алу сатысы деп аталады, яғни бұл кезде бала іс-әрекетті білім алады. Мұғалім менде интернет ұстамай қалды. Жақсы, айта беріңіз Аружан, өте жақсы. Және де бірінші сатыдан алған білімін ол сайтайды. Үшінші саты ол тексеру сатысы, яғни осы алған білімдерінің барлығын жинақтап, яғни белгілі бір қорға айналдырады, иә? Белгілі бір сөздік қорға айналдырады. Өте жақсы, рахмет сіздерге. Ал енді осы дәрісіміз бойынша сіздерге айтқан болатынмын, осы сұрақтарға жауап береміз және кесте құрамыз деп. Кім кесте құрды? Кесте құрдыңыздар, өте жақсы, тамаша. Жақсы, рахмет сіздерге. Енді уақытында тапшылығына да байланысты, енді рахмет сіздерге үй тапсырмасын дайындапсыздар. Келесі жолда қазіргі бүгін берілетін тапсырмаларға да дайындалып, өздеріңізге нақты дәптерлеріңізге түсіріп және college.kz порталы арқылы жіберіп отырасыздар. Рахмет. Енді бүгінгі біздің өтетін жаңа тақырыбымыз ойын технологиялары деп аталады. Жалпы ойын технологиялары. Жалпы ойын технологиялары дегеніміз не? Оған тоқталып өтейік, назар қойып, назарды экранға аударып, тыңдап алыңыздар. Себебі осы берілген слайд бойынша өздеріңізге дәрісті қысқаша жазып алуларыңыз керек. Жалпы ойын технологиялары дегеніміз педагогикалық жұмысты ойын түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы болып табылады. Ойын оқу үрдісіндегі оқытудың әр формасы, әр әдісі ретінде дербес дидактикалық категория болып табылады. Ал осы Надежда Константиновна Крупская бала жас болғандықтан ғана ойнамайды, балалықтың өзі оған ойнау үшін, яғни жаттығу арқылы өмірде қажетті дағдыларды игеру үшін берілген деген пікір айтып кеткен екен. Сонымен қоса, осы Николина жүргізген зерттеу нәтижелері негізінде ойын технологиясының бірнеше компоненттерін бөліп көрсеткен болатын. Осы компоненттерге мұқият назар аударып қарайық. Ең бірінші компоненттің түрі ол мотивациялық.
одан кейін бағдарлаушылық, мақсаттылық, мазмұндық, тәсілдік және құндылық, еріктілік жағынан бағалаушылық деп аталады екен. Сіздерге осы компоненттер таныс па? Және осы компоненттер жайлы сіздерде қандай да бір ұғым бар ма? Кім айтты? Мұғалім, бағдарлаушылық компонент деген қалай түсінесіз? Жалпы балалардың құндылықтардың мақсатын түсініп, адамгершілік іс-әрекеттер болсын, оқу-танымдық іс-әрекетін қабылдаумен байланысты болып келеді. Өте жақсы. Рахмет. Келесі алып қосарларыңыз бар ма? Кім не айтады? Мотивациялық. Жақсы. Айта беріңіз. Үрдіске деген қатынасын байланысты айтады. Олардың ойынға жаңа қатысу кезінде, сабаққа қатысу кезінде мотивациялық не беру керекпіз, соны айтамыз. Өте жақсы. Тамаша. Жақсы, өте жақсы. Ал енді тоқталып. Және де құндылық, еріктік дегеніміз ол танымдық белсенділіктің нақты мақсатына бағытталуын айтамыз, және де соған қамтамасыз ете отырып, енді шоғырландырып, және де ойындарға эмоционалдық өн береміз. Сіз солай түсінесіз, е? Әрбір ойынға эмоционалдық өн береміз дейді. Жақсы. Ал енді сіздердің айтқан жауаптарыңызға сәйкес келе ме екен көрінеді, де? Жақсы. Мотивациялық компонент дегеніміз, жаңа Роза айтып өткендей, балалардың іс-әрекетінің мазмұнына, үрдіске деген қатынасына байланысты олардың ойынға қатысу мотивінің, қызығушылығы мен қажеттілігін көрсетеді екен. Онымен қоса екінші бағдарлаушылық компонент, яғни Зарина айтып өткендей, балалардың оқу-танымдық іс-әрекетінің адамгершілік құндылықтық мақсатын түсініп қабылдаумен байланысты болып келеді екен. Өте жақсы. Сонымен қоса үшінші компонентіміз ол мазмұндық тәсілдік компонент болып табылады екен. Балалардың күнделікті балабақшада оқытылатын оқу материалдарын мазмұнын меңгеруін, сонымен қатар олардың өздерінде бұрыннан бар білімді және іс-әрекет тәсілдерін тірегете білу қабілетін көрсеткен. Онымен қоса екінші тағы да екі компонентіміз қалды, ол құндылық, еріктілік. Жаңа Әлия айтып өткендей, танымдық белсенділіктің нақты мақсатқа бағытталуын қамтамасыз ете отырып, зейінді шоғырландырып, ойынға эмоционалдық өн бере отырады екен. Өте жақсы. Кімнің сөзіне де қосуға болады. Бағалаушылық компонент ол ой нәтижесінің ойынның мақсатымен үйлесіп келуін қамтамасыз етеді. Яғни баланың танымдық іс-әрекет барысында тиісті ақпараттарды білім, іскерлік, дағды, жүйе меңгеру жатады екен. Келесі осы ойын қызметі төмендегідей жағдайларда қолданылады екен. Ол қай кезде қолданылады екен? Жеке тұлға ретінде, одан кейін оқу пәнінің бөлімін, тақырыбын ұғып меңгеру үшін қолданылады екен. Онымен қоса кең көлемді технологияның бөлігі ретінде, онымен қоса сыныптан тыс жұмыстар технологиясы ретінде қолданылады екен. Және осы ойындар ерекшеліктеріне қарай мынадай топтарға бөлінеді екен. Ең бірінші ол оқыту, жаттығу, бақылау, қорытындылау, онымен қоса таным, тәрбие, даму және де алу, өнімді шығармашылық. Және де соңғы коммуникативті таным әдісі және бағдарлау тағы басқа нелерден тұрады екен. Келесі алдарыңызда сіздерге кішкене тапсырма бергім келіп отыр. Алдарыңызда ойын түрлері, яғни бұл ойын түрлерімен сіздер дәріс басында да өздеріңізге белгілі ойын бұл іс-тәжірибе негізінде де қолданып жүзеге асырып жүрсіздер. Балабақшаға барғанда сіздердің алдарыңызда ойынның бірнеше түрлері көрініп отыр. Дидактикалық, құрылыс, сюжетті, қимыл қозғалыс, үстел үсті ұлттық ойын және саусақ ойындары. Сіздерге қазір тапсырма шағын уақыттың тапшылығына байланысты кішкене тездетіп орындап жіберсеңіздер, үлкен өтініш. Алдарыңызға осы ойын түрлеріне байланысты әрбір ойынға кішкене бір постер жасап жіберсеңіздер. Мысалы, дидактикалық ойынға шағында постер, оның түрлері қандай, оны қалай өтіледі және мақсаты қандай деген сияқты. Тапсырма түсінікті ме? Иә, түсінікті. Сіздерде орындап берулеріңізге 1 минут уақыт береке. Шағында қарап шықсаңыздар. Қыздармен сөйлесу ойынын алам. Мен саусақ ойындарын алсам. Жақсы. Алия, Аружан? Дидактикалық ойынды алдым. Саусақ. Жақсы, өте жақсы. Жақсы. Егер дайын болсаңыздар,
Дайын болсаңыздар шеттеріңізден ақырындап біртіндеп сөйлеп өздеріңіздің ойларыңызды жеткізулеріңізге болады. Мұқият тыңдап отырмын. Айта беріңіз. Мен айта берсем болады ма? Айта беріңіздер, кезектесіп, кім кімнен кейін айтады, өздеріңіз айта беріңіздер. Мен айтайыншы. Саусақ ойындары негізінен алғанда баланың сөйлеуге деген талпынысын, қабілетін арттырады және де оның шығармашылық әрекеттеріне жол ашады. Адамның жаңағындай саусақ қимылына және сөйлеуге деген дағдыларын тез қалыптастырады. Және де осы саусақ ойындарын күнделікті ойнатқан кезде нәтижесін алған кезде негізі баланың тілі жетіледі және де қимыл қозғалысы арта бастайды. Сонымен қоса икемділігі артады және қисынды ойлау қасиеттері және танымдық деңгейі арта бастайды. Саусақ ойындары негізінен алғанда тек қана балабақшаларда ғана емес, үй жағдайында да әсерді көңілді түрде ұйымдастыруға болады. Және де бұл ойындар мысалы ата-ананың көмегі арқылы өтеді. Балаларға жаңағыдай саусақ ойынның жаңағыдай қимылдарын көрсете отырып, балалар осында қайталап отырып жаңағыдай баланың қол икемділігін, танымдық деңгейін арттыруға болады. Өте жақсы. Сіз қандай саусақ ойындар түрлерін білесіз? Мысалға, бір-екеуіне тоқталып өтсеңіз. Мысалға айтатын болсам, жаңғақтармен ойын деген саусақ ойынның түрі бар. Негізгі бұл ойынның шарты балалардың әрқайсысына жаңғақтар таратылады және осы жаңғақтарды алақанның арасына салып айналдыра бастайды. Сол кезде жаңағыдай ойында балалардың қолдары жаттығады және де сөйлеу тілі және ойлау қабілеттері дами бастайды. Өте жақсы. Ұсақ қол моторикасы дамиды, бір сөзбен айтқан кезде. Өте жақсы, тамаша, рахмет сізге. Келесі. Мұғалім, мен сюжеттік рөлдік ойындарды алдым. Сюжеттік рөлдік бұл балалардың ойын әрекеттерінің бір түрі табылады. Яғни бұл сюжеттік рөлдік ойындардың негізгі құрылымдары сюжеттен, мазмұннан және рөлдер мен ойын амалдарынан тұрады. Және бұл ойынның сюжеттері жалпы тұрмыстық ойындар, жанұя ойындары, балабақша және мамандық ойындары болып табылады. Мысалға балалар дәрігер, шаштараз ойындарын ойнайды. Және мектеп жасына дейінгі балалар үшін бұл ойын ең қызық ойын болып табылады. Себебі балалар бұл кезде рөлге бар ынта-ықыласымен беріліп тұрып ойнайтын болады. Өте жақсы. Тамаша. Келесі. Дидактикалық ойын. Дидактикалық ойында негізінен 3 пен 6 жас аралығындағы балаларды тәрбиелеу мен оқыту болып табылады. Ойын негізінен балаларға таныстыру және оларға жеткізе білу болып келеді. Және де осы дидактикалық ойында бала ойын өзінің еркін ұстайды және де ойын еркін жеткізе алады. Дидактикалық ойынның мақсаты ол баланы оқыту және де ойлау қабілетін дамыту болып табылады. Және де осы дидактикалық ойынның бір түріне тоқталсам, ол жыл мезгілдері ойыны. Жыл мезгілдерінде балалар жаңағы мақсаты балалардың жыл мезгілдері туралы білімдерін бекіту, мезгілдер атауларын үйрету, қыс, жаз, көктем, күз мезгілдерімен таныстыру және де көрнекіліктер жыл мезгілдерінің суреттерімен және де карточкалар арқылы таныстыру. Өте жақсы. Яғни бұл жыл мезгілдері ойыны арқылы, яғни әр жыл мезгілінің өзіне тән ерекшелігін бала яғни ажыратып көре алады, Өте жақсы. Тамаша. Келесі. Мен мұғалім қимыл қозғалыс ойындары туралы айтып кетсем, яғни осы басты мақсаты ол балаларды шапшаңдылыққа үйрету, яғни бұлшық еттерін жетілдіру, оған қоса балаларды ойнауға үйрету болып табылады, яғни көпшілік жерде ойнауға үйретеді. Яғни балалардың дене қимылдарын дамытады және де ойынға деген құштарлығын оятады. Бірнеше ойынға тоқталып кететін болсақ, ол кепсерді қуып жет деп аталады ойынның аты. Бұл жерде екі бала таңдалады, яғни бірі мысық, екіншісі жай ғана бала болып ойналады және де келесі 15-20 бала сол балаларды қуып жету керек. Сол арқылы балаларды шапшаңдылыққа үйретеміз. Жақсы, сізге сұрақ Аружан. Бұл ойын түрі негізінен балабақшада қай осы оқу тәртібінде қаралатын іс-әрекеттің бір түрі негізінде жүргізіледі? Ойын түрі қимыл қозғалыс ойыны қай уақытта жүргізіледі?
Бұл ойын далаға шыққанда Серуен кезінде. кең аумақта ойналынады. Серуен кезінде, иә, серуеннің бір Серуен бөлігі кезінде. ретінде. Онымен қоса осы 5 саланың бірі денсаулық саласы, дене шынықтыру сабағының бір бөлігі ретінде қимыл қозғалыс ойында ойнатуға болады, иә. Рахмет сізге. Дене шынықтыру сабағында. Жақсы, рахмет. Келесі. Болды ба? ойыны. Қандай? Үстел үсті ойыны. Өте жақсы, тамаша. Мхм. Айта беріңіз. Айта беріңіз. Жаңағы ойын алаңы болады, пайдаланған жаңағы столдың үстінде ойналады, үстелдің үстінде. Енді түрлер әліппе лотосы, шахмат, суреттерді құрастыру, мозаикалар, және де қазір көбіне жаңағы мажордарды қолданып жүр, домино тағы басқалары жатады. Үстел үсті ойыны ұйымдастырылған оқу қызметінде және де жаңағы ерекше оперативті бөлімде қолданылады. Жақсы. Қандай түрлерін білесіз үстел үсті ойыны? Жаңағы шахмат, нарды, әліппе лотосы, суреттерді құрастыру, мозаика, пазлдарды. Өте жақсы, тамаша. Бұл үстел үсті ойындарда баланың жаңағы сақ-қол моторикасын дамытуда өте көп септігін тигізеді, жүзеге асыруына. Өте жақсы, тамаша. Келесі, болдық па? Тағы кім? Бәрі сөйледі ме? Бәрі сөйледі, рахмет сіздерге, көптен көп. Осындай сіздерге рахмет, осы тәжірибе барысында қолданып жатқан ойын түрлерін қазір жүзеге асырып, осы жерде айтып, ортаға салып жатқандарыңызға рахмет. Келесі сайтымызға көшетін болсақ, бұл жерде жеке тұлғаның шығармашылық әлеуетін ойын түрлері арқылы дамытудың негізгі мақсаттары төмендегідей деңгейде көрсетіледі екен. Ең бірінші, оқытушылық деңгей, бұл оқытудың белгілі бір деңгейін қамтамасыз ету, өтілген материалдарды қорыту және бекіту ретінде. Екінші, тәрбиелік ойын барысында эмоционалдық құндылықтарды қарым-қатынасты қалыптастыру деп табылады екен. Үшінші, дамытушылық бітірушінің бара-бара әлеуметтік өзін-өзі бағалауын қалыптастыру үшін жалпы адамзаттық қабілеттерін дамыту болып табылады екен. Осы деңгейлер арқылы қарастырады екен. Сіздерге назарларыңызға үлкен көп рахмет. Назар қойып тыңдағандарыңызға. Енді сіздерге осы тақырып бойынша үйге сіздерге тапсырма, өздеріңізге жазып алыңыздар тапсырманы үйге. Осы ойын технологиясы тақырыбында өздеріңізге дәрісті осы слайд бойынша шағындап өздеріңізге түсіріп жазып аласыздар. Одан кейін екінші астында көрсетілген сіздерге college.kz сайтында порталында жіберілді тапсырма. Онда сұрақтарға жауап ретінде жауап бересіздер. Одан кейін келесі үшінші тағы да тапсырма, ол жаңағы ойын классификациясын құрастырып келесіздер. Түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз бар ма осы тақырып бойынша? Рахмет. Сұрақтарыңыз жоқ па осы тақырып бойынша басқа? Жоқ, мадам. Жақсы. Сіздерге рахмет назар қойып тыңдағандарыңызға. Алғысымды білдіремін. Қош сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз.